Ең жақсы мекен. Бір күні құрбақа, құмырсқа, тышқан кездеседі. Олар бір-біріне «Кімнің мекені жақсы?» деп сұрады. Соны білуге бәрі жолға шықты. Олар ұзақ жол жүрді. Талай жер артта қалды. Бір күні олар кішкентай шалшық суға жетті. Шалшық судан жаман иіс шықты. Шет жақта көк құтаннан басқа ешкім көрінбейді. «Әлемдегі ең жаман жер осы сияқты. Иісі қандай сасық!» деп тышқан көк құтанға жақындады. «Көк құтан, әлемде кімнің мекені жақсы, кімнің жері жақсы?» деп сұрады. Көк құтан ашуланды, мойнын бұрды. Тышқанға былай деді: «Соны да сөз деп тұрсың ба? Ең жақсы мекен осы жер. Иісі қандай керемет, суы қандай тәтті, батпағы қандай жұмсақ!» деді көк құтан. Сосын аспанға ұшты. Құрбақа, құмырсқа, тышқан тағы да ілгері жүрді. Олар түскі уақытта кең жазық далаға жетті. Ауа райы қатты ыстық болды. Далада қалың шөптен басқа ештеңе жоқ. Құрбақа шөлдеді, тамағы кепті. «Дүниедегі ең жаман мекен осы жер болды. Қандай ыстық еді!» деді құрбақа. Құрбақаны бозторғай естіді. Аспанға ұшты. «Ең жақсы мекен осы жер!» деді бозторғай. Ән айтты, биікке самғады. Құрбақа, құмырсқа, тышқан тағы да ілгері жүрді. Біраздан кейін аспанды қара бұлт басты. Қатты жаңбыр жауды. Күн суытты. Жердің бәрі лай болды. Тышқанның үсті су болды. Ол қатты тоңды, ал құмырсқа қатты әлсіреді. Жүруге күші жетпеді. Ол шаршады. «Дүниедегі ең жаман мекен осы жер болды. Жауыны қандай қатты еді, қандай суық жер!» деді құмырсқа. Бұл уақытта жерден жауын құрттар шықты. «Жауынды жерге не жетсін? Жер беті салқын, бұл қандай рахат!» деді жауын құрттар. Олар мәз болды. Жаңбыр жауғаны үшін қуанды. Құрбақа, құмырсқа, тышқан бұдан кейін ілгері жүрмеді. Кейін қайтты. Себебі олар қатты шаршады. Тышқан өзі тұратын үйге кірді. Жоғары қарап жатты. «Әлемде мен тұратын үйден жақсы мекен бар ма? Өзі тар, өзі қараңғы, өзі қауіпсіз жер», деді тышқан. Құмырсқа да өзі тұратын үйге кірді. Ол айналаға қарады. «Әлемде мен тұратын үйден жақсы мекен бар ма? Өзі жайлы, өзі биік, өзі жұмсақ жер», деді құмырсқа. Ал құрбақа шалшық суға секірді. Ол аспанға қарады. «Әлемде мен тұратын көлден жақсы жер бар ма? Өзі салқын, өзі сулы, өзі көлеңке жер», деді құрбақа. Сонымен әркімнің өз сүйікті мекені болады. Ол туған жер. Туған жер әлемдегі ең жақсы мекен.